Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қоршаған ортаның жай-күйін бақылауға арналған құралдар мен өлшемдер пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: тартпа шкафтарының құрылысы мен мақсаты. Сабақтың мақсаты: тартпа шкафтар туралы білімді арттыру, тартпа шкафтарды қолдана отырып анализ жүргізу, қауіпсіздік техникасын сақтауды қайталау, жалпы құралдармен жұмыс істеу дағдыларын арттыру. Күтілетін нәтиже: тартпа шкафтардың құрылысы мен мақсатын түсіндіреді. Улы заттар бар зерттеулер, талдаулар мен тәжірибелерді жүргізу үшін өнеркәсіптік өндірісте, ғылыми зертханалар мен оқу орындарында тартпа шкафтары жиі қолданылады. Улы жарылу қаупі бар химиялық заттарды қолдану персоналға немесе жабдықтарға қауіп төндіруі мүмкін. Ал сапалы тартпа шкафтар жұмыстың қауіпсіздігін және тамаша нәтижесін қамтамасыз етеді. Зертханалық тартпа шкафтары химиялық төзімді материалдардан жасалған берік қаңқалы конструкция. Шкафтың негізгі элементтері: жұмыс камерасы, қаңқасы, сору күмбезі болып табылады. Қосымша су, сығылған ауа, вакуумдық сорғы, жылыту панельдері, қорғаныс экрандары, сондай-ақ әртүрлі заттарды сақтауға арналған ыңғайлы аспалы тумбалармен жабдықталуы мүмкін. Жабдықтың мөлшері әртүрлі болуы мүмкін және кәсіпорынның қажеттілігіне қарай анықталады. Жұмыс жазықтығы жоғары беріктікпен сипатталады. Әрбір бөлік оңай тазартылады және химиялық ерітінділермен дезинфекцияланады. Жанғыш және жарылыс қаупі бар заттарды қолдану процестері үшін жарылыстан қорғалған ерекше құрылымдар пайдаланылады. Олар бір немесе одан көп болуы мүмкін. Мұндай модельдер ерекше беріктігімен ерекшеленеді, қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Зертханаға арналған тартпа шкафның мұндай техникалық сипаттамалары болуы мүмкін. Олар: жұмыс жазықтығының әртүрлі ауданы, жуғыш заттың болуы немесе болмауы, түрлі сору қуаты, суды немесе газды жеткізу, реттелетін ауа ағыны, вакуумдық сорғының болуы немесе болмауы, жоғары немесе төмен температураға, химиялық әсерлерге, ықтимал соққыларға, басқа да зақымдауға төзімділік деңгейі. Ең танымал модель сорғыш шкаф және жуу зертханалық ыдыстар мен жабдықтарды жууға арналған. Мұндай конструкция су беруге арналған кранмен, сөндіргіштермен, бірнеше екі тостағаны бар раковинамен жабдықталынады. Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызда тартпа шкафтар туралы қысқаша мәлімет берілді. Және де келесі әдебиеттен және интернет сілтемелерінен тартпа шкафтар туралы қосымша мәлімет ала аласыздар. Әдеттегідей бағалау парағына назар аударыңыздар. Бағалау критерийлерін ескере отырып, берілген тапсырмаларды орындап, Платонус платформасына жүктеулеріңізді сұраймын. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.